Ертеде, ешкі жүні бөртеде, әріптер елінде р дыбысы пайда болыпты. Р дыбысы өзім басқа дыбыстардан қарағанда мықтымын деп есептепті. Дыбыстарға келіп, менің даусымды қайда салсам да бәрі естиді. Мен сондай мықты дыбыспын деген екен. Әріптер таңғалып р дыбысына қарап тұрады. Сенбейсіңдер мені? Мен барлық сөзде қатты айтыламын, нақты айтыламын. Мен сендерден қарағанда мықтырақпын деген екен. Мысалы, арыстан ыррррр деп дыбыс шығарады. Сылдырлап аққан бұлақтың өзі сылдырррр деп дыбыс шығарады. Көрдіңдер ме мен қандай мықты дыбыспын? Мен дауыссыз р дыбысымын деген екен. Әріптер таңғалып үндемей қарап тұрады. Ал сен сөздің қандай бөлігінде кездесесің деді. Мен сөздің басында, соңында, ортасында, аяғында кездесе беремін. Арыстан, рахмет, өрік, арман деген сияқты сөздерде бармын деген екен. Содан р дыбысы сөздерді оқиды дағы өзінің қателігін түсінеді. Яғни р дыбысы барлық сөздер әріптерден құралатын, ал барлық әріп сөз құрау үшін бір-бірімен дос болу керектігін түсінді. Содан бері р дыбысы әріптер еліне келіп, өзіне жаңа достар тапқан екен. Р дыбысы дауыссыз дыбыс барлық әріптермен татуласыпты.